Сол совет өкіметін бар біз құлатамыз. Сонда құлатқанда айыр, кетпен, күрек, балта. Қоқан көтерілісі баяғы Сол қарсы. Жоқ, қоқан емес ол. Созақ көтерілісі ғой. Созақ көтерілісі. Совет өкіметіне қарсы. Сол бәрі киген, созаққа киген. Сонда менің атам мына әулиеде отыр екен. Жау келе жатыр. Совет өкіметіне қарсы шығып жатыр. Бірақ бұның бәрін атқылап тастайды. Бұның бәрі өліп кететін болды. Бұлар ақымақтар үндемей соларға жүгін артын күту керек деген екен. Сонда бұлар кіріп созақты құран начальник милиция бұны түгел. Ол ақсып тұр ғой. Сол жерде начальник милицияның болған. Шығып құранды оқыған. Қойнынан кішкентай мен қалтамда тұрған. Соны оқып тұрғанда сен бізді алдап тұрсың деп начальник милициядан үтке кірген екен. Сол үттен мылтықпен атып үшіріп шығарып жіберген милицияны. Адамдардың бәрін қырып тастаған. Ата сұрақ қойсам бола ма? Қазір. Өнерде Ақтөбе бар. Өнерде 6 километр. Балықшының асудан келеді. Ақтөбеде тұрып пулеметпен ұрғанда әулиенің бәрін қиратып, қара бұраны атқанда қаруанның жағынан атқырсын. Айтып. Мына халық 28 жыл осы қаланы не үшін тастап кетті? Не үшін мына жер қиранды болып қалды деймін да? Ой, бұның бәрі ескіше молла ғой. Ескіше молла? Жоқ, бұның бәрі Құран оқиды, бұның бәрі намаз оқиды. Совет үкіметі намаз оқығанды атта себеген. Жойып тастаған болса да бұл жердің тұрғындарын шетел. Ой, кім намаз оқиды? Кім мұсылман шыққан соның бәрін атқан? Ата кейін бұл жерде Жәнібек пен Әбілқайырдың жатқан жері бар дейді осы қалада. Жәнібек хан мен Әбілқайыр хан. Ой, мен айттым. Мен телевизорда да көрген шығарсың. Еркем. Мына не тұрма? Котельный. Котельныйдің міне дарбызы бар. Мұнадан бұлай сарпақсы бар, қарап тұрайын. Сарпақсыдан бұлай қарай жол бар. Бұлай қарай, талтырма. Ортадағы емес, шеттегі тал. Талдың бер жағына қарайды. Мен аптан апарып көрсеткен бір қызға. Бір қызбен бір бала келген. Сол жазып алып кетмейін, телевизорда сөйлеткен. Сол талдың бер жағында мазарат бар. Мазараттың үстінде мынандай бесік мазар. Бесік мазар деген білесің, кезектен қалған күмбез. Күмбез емес, бұндай мазарат. Сол мазараттың үстінде ақтас бар. Ескі қариялар 57 жылдан 54 жылдан менің ескірген ақпаратым. Мына жерде хан мазары деп аталатын. Мына бір қойып қойды. Созақтың дарбызасы ғой, хан мазары емес. Ол какой-то мен бұның бәрі білгіш қой. Қазір кімнің сөзін кім сөйлейді? Қалтасы бар адамға сөзін сөйлейді. Ешкімнің сөзін сөйлемейді. Сол жерде қазір орны бар ма? Хан мазары емес бұл кәрдеші. Мына орын жоқ аны текстіп тұрса, текстіп төбе тұр ғой ана. Туалеттің ар жағында. Ақ топырақ тұр ғой. Сол тур ақ топырақ тұрған жерде хан мазары бар. Текстіп тұрса. Жәнібек ханның сөзді. Қазір менің айтып тұрған бәрі кеп. Ақмоладан Жәнібек хан шықты. Жәнібек ханның сөзді. Қуғын сүргінде алып кетті. Қазақ халық